Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі тақырыбымыз бөлме гүлдерінің күтімі. Бөлменің сәнін келтіретін үй өсімдіктері мен гүлдер ерекше күтімді қажет етеді. Сондықтан оларды аптасына 1-2 рет жылы сумен жуып тұру керек. Одан өзге гүлдерді өсіру, баптау тәсілі әр түрлі. Назарларыңызға бөлме гүлдерін әдемі етіп өсіру мен баптауға арналған кейбір кеңестерді ұсынамыз. Егер де каналымызға әлі тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, видеомызға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бөлме өсімдіктерін бойына қарай ретімен орналастырады. Сонда олардың барлығына ауа мен жарық жеткілікті, ал өсу қарқынды болады. Жаз мезгілінде күн көзі гүлдерге тікелей түссе, қурап кетпес үшін оларды көлегейлеу қажет. Гүл әдемі болып өсу үшін оған құятын суды бір күн бұрын ыдысқа құйып, бөлме ішіне беті ашық күйінде. Бөлме гүлдерінің түбіндегі топырақты қопсытып барып су құйса, жылдам өсуіне оң әсерін тигізеді. Кейбір кездері қант салынған су құю арқылы бөлме өсімдіктерінің түсін балғын күйінде және қуратып алмай өсіруге болады. Егер де гүл түбіндегі топырағы құрғап, жарылып кетсе, өзен жағасындағы құмнан немесе ағаш үгіндісінен аз мөлшерде қоссаңыз болады. Үй ішінде өсетін раушан гүлдері жарықты ұнататындықтан өте жарық, бірақ күн көзі тікелей түспейтін жерде ұстау керек. Бөлмеде өсетін раушан гүлін жазда жиі су құйып, топырағын ылғал етіп ұстау қажет. Егер де топырағында майда шіркейлер пайда болғанын байқасаңыз, су құюды 5 немесе 6 күнге тоқтатыңыз. Раушан гүлдердің жапырағын аптасына 1 рет күн батқан кезде жуып немесе сүртіп тұрады. Кактус гүліне 2 немесе 3 аптада 1 рет қана су құйған дұрыс. Өйткені бұл өсімдік ылғалдықты ұнатпайды. Кактус егілген ыдысты жаз мезгілінде ағаш тақтайшалармен көлегейлейді. Себебі қатты ыстықтан оның тамыры қурап кетеді. Кактус отырғызылған ыдыс өте үлкен болмағаны дұрыс. Себебі ыдыс түбіндегі топырақ құнарын тез жоғалтады да тамырына зиян тигізеді. Және де келесі кеңесіміз көп адамдардың уайымы десек те болады. Егер ұзақ уақыт үйде болмай гүлдер қараусыз қалып жатса, оның да шешімі бар. Гүлдерді ваннаға салып, ыдыстары жартысына дейін батқанша су құйып 40 минутқа қояды. Содан кейін ыдыстың сыртынан полиэтилен пакет кигізеді. Және тағы да бір шешімі, ваннаға гүл ыдыстары 4-5 см бататындай су құйып, гүлдерді салып, есігін ашық күйінде қалдырасыздар. Сонымен достар, бүгінгі кеңестеріміз осындай. Сіздермен болған Оңай каналы. Каналымызға тіркеліп, видеомызға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар.